Бокстан Қазақстан ұлттық құрама командасының капитаны Асланбек Шынбергенов. Жалпы Олимпиада ойындарында сенім артып отырған спортшылардың бірі. Бүгінгі шығарылымда Асланбектің спорттық мансабындағы ең үлкен жеңістері мен Олимпиада ойындарындағы басты қарсыластары. Капитан туралы әңгіме қозғалғаннан кейін Қазақстан бокс федерациясына да аздаған тоқтаулар жасаймын. Серік Қонақбаев, Болат Жұмаділов, Бақтияр Артаев секілді төрткүл дүниені беттеріне қаратқан, бүкіл әлемді бойындатқан чемпиондардың өңірінен, нақтырақ Жамбыл облысынан бүгінгі күнде ұлттық құрама капитаны Асланбек Шынбергенов бар. Ол Париж Олимпиадасында 71 келі салмақ дәрежесінде Қазақстан командасының намысын қорғайтын болады. Асланбектің 2022 жылғы Азия чемпионы, 23 жылғы әлем чемпионы екенін баршамыз білеміз. Негізінде Шынбергенов бағындырған шыңдар соны 2013 жылы басталған болатын. Ол алғаш рет ересектер арасында Қазақстан чемпионатының күміс жүлдегері атанды. Одан кейін араға бір жыл салып, 2014 жылы Қазақстан чемпион атанып, сол Қазақстан чемпионатының ең үздік боксшысы атанған болатын. Бірнеше мәрте Қазақстан чемпион атанғаннан бөлек, Асланбектің әлемдік ареналардағы жеңістеріне тоқталып өтетін болсам, 2 мәрте 2015-2019 жылдар аралығында бүкіл әлемдік әскерилер ойындарын жеңген. Азия ойындарында 2018 жылы күміс жүлдегер атанды, ал 2023 жылы қола жүлдегер атанған болатын. Астана Арланс сапында да 2015 жылы әлем кубогының иегері атанды. Және сол жеңісті 2017 жылы да қайталаған болатын. Ұлттық құраманың бірінші нөмірлі боксшысы болмай тұрып, шетелде өткен халықаралық турнирлерде әлем және олимпиада ойындарында олжа салып жүрген әлемнің үздіктерінен басым болды. Бүгінгі күнде нағыз толыққан тәжірибемен піскен шағында олимпиада ойындарына өнер көрсетуге жолдама алып отыр. Италияның Бусто Арзицо қаласында бүкіл әлемдік бірінші лицензиялық турнирде өзінің жолдамасын жеңіп алған болатын. Асланбектің жеке бапкері ұлттық құрама штатындағы білікті бапкерлердің бірі Ермек Ертаев ағамыз. Ал Асланбекке қарсы олимпиада ойындарында басты қарсылас болып саналатын боксшылар Мексика, ақш, Үндістан және Өзбекстан боксшылары болып саналады. Жапон боксшысында әлсіздердің қатарына қосуға әлі ерте. Бірақ атап өткен мықты мемлекеттердің боксшыларының барлығына Асланбек те азулы қарсыластардың тізімінде екенін білеміз. Ұлттық құраманың капитаны туралы шығарылым болғаннан кейін Қазақстан бокс федерациясы туралы да атап өтсем артық етпес деп есептеймін. Қазақстан бокс федерациясының президенті Шахмұрат Мүтәліп мырза ақпан айында президенттік лауазымға келе салысымен өзіне жүктелген жауапкершілікті толық сезіне отыра білекті түре сала жұмысқа қызу кіріскен болатын. Оның нәтижесін Италиядағы бүкіл әлемдік бірінші лицензиялық турнирде көрген болатынбыз. Ерлер құрамасының боксшылары 6 салмақта сынға түсіп, оның 5-еуі Париж Олимпиадасының жолдамасына иелік еткен болатын. Италиядағы сапар аяқталысымен елге оралып көптеген жауапты шешімдер қабылдап, Қазақстан бокс федерациясы аясында біраз өзгерістер жасады. Және ол өзгерістер бүгінгі күнде өзінің нәтижесін беруде. Италиядағы олимпиада жолдамасына ие болған боксшылар мен олардың жеке бапкерлерін, құраманың бас бапкерін және барлық атсалысқан команда өкілдерін жігерлендіру мақсатында қомақты ақшалай сыйлықпен марапаттап, әрі қарай Таиландтағы екінші бүкіл әлемдік лицензиялық турнирге дайындық басталды. Таиландтағы турнирдің маңыздылығы ерлер құрамасы олимпиадаға толық құраммен баруы тиіс деген мақсат арманнан бөлек, әйелдер құрамасының қолдан келгенше көбірек олимпиада жолдамаларын иеленулері болды. Бангкок төрінде де қазақ боксшылары абыроймен елге оралды. Толыспай тұрған ерлер құрамасын 63,5 келіде Базарбайұлы толыстырды. Ал әйелдер құрамасынан Назым Қызайбай мен Валентина Хальзовалар жолдама иеленіп, Қазақстан әйелдер боксының тарихы жаңарды. Себебі тұңғыш рет олимпиада ойындарына Қазақстан құрамасын 3 салмақта қыздарымыз өнер көрсететін болды. Күні кеше Қазақстан бокс федерациясының президенті Шахмұрат Мүтәліп мырза Бангкоктағы боксшыларымыздың да еңбектерін бағалап, әрқайсысына 10 миллион теңгеден марапаттап жігерлендірді. Және де әдеттегідей атсалысқан барлық команда мүшелері де өздеріне тиісті марапаттарын алды. Шахмұрат Мүтәліптің айтуынша, бұл жүре бара жасалатын жұмыстар әрқашан тоқтаусыз болуы тиіс. Ең үлкен мақсатымыз Париж Олимпиадасында қолдан келгенше жақсы нәтижелерге қол жеткізу. Ал мен біздің команда, яғни жігіттеріміз бен қыздарымыздың көңіл толарлық нәтижелерге қол жеткізетіндеріне үлкен сеніммен қараймын. Еліміздің абыройын әлемдік аренада көтеру үшін баршамыз бір адамдай шаршамай жұмыс жасаудамыз деген екен. Шығарылымға байланысты өздеріңіздің пікірлеріңізді төменге қалдыруды ұмытпаңыздар. Капитанымызға сәттілік тілеп қойыңыздар. Жеңісті күндеріміз көп болсын. Қазақ бокс жасасын. Баршаңызға сәттілік.